Ассалаумағалейкум. Бүгінгі видеода таксопкіде клиент лақтырып кетсе қалай не істейміз, ақшаны қалай қайтарамыз, сол туралы айтамын. Тиктокқа бір видео салғанмын, солай түсіндіріп. Сода комментарийін қарап отырсам, көп адам түсінбеген екен да. Соған енді толық версиясын осы ютубқа салып жатырмын. Видеоны соңынан қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, қолдау жүріңіздер. 1000 подписчикке жеткізсекші, 1000 подписчикке жеткізсек, и 4000 просмотр, 4000 сағат просмотр. Сол кезде монетизация қосылады екенбіз да. Енді мен айтатыным, сондай жағдай болып жатса, клиент лақтырып кетіп жатса, қай жерде мысалы көбісі жаңа туда обратно заказ береді да, или болмаса 2 точка заказ береді да, содан 1 точкаға түсіп қалып, қазір шығам дейді да, содан жоқ болып кетеді. Сөйтіп лақтырып кетеді көбісінде. Сол кезде ожидание қосып қоясың, ожидание өшірмейсің, техподдержкаға жазасың. Техподдержкада саған клиенттің номерін бере алмайды, оларға беруге болмайды. Олар тек промокод қана береді. Промокод приоритетті көтеруге или заказдарға скидкамен деген сияқты сондай бір промокодтар береді. Одан бөлек неге шақырасың? Сол ожидание өшірмей тұрып 9102-ні звондайсың, айтасың, осы мені лақтырып кетті, такси өтеп жүреді, мені лақтырып кетті деп. Олар енді көп жағдайда келгісі келмейді. Я дейді, келмейді. Мен қайта звондай бересің. Енді мүмкін ойлайды шығар олар. Просто айтты, болды, кетіп көп күтпей кетіп қалады деп. Жоқ, звондайсың, мен күтіп тұрмын деп, сол жерде күтесің участковый келгеніне дейін. Участковый келеді, сенің заявление жазып алып қалады. Заявление жазып бересің. И сол кезде барып ожидание өшіресің. Күткен уақыттың бәрі есебі шығады. Соны төлеткізесің. Клиентті бәрі табады. Участковый қалай табатынын айтайын. Ол, мысалы, қалада болса, сені лақтырып кеткен жерден, мысалы, торговый центрде лақтырып кетті ма, сол жердің камераларын бәрін, торговый центрдің камерасын бәрін, участковый ол жерге оның бәрі не істей алады. Камераға доступ бар оларда. Сол камера арқылы тауып алады. Болмаса, егер таппаса, Яндекстің өзіне официальный запрос жібереді. И сода номері шығады, оның клиенттің номері шығады. Номері бәрі үйіне бәрі тіркелген болады көбісінде. И сол арқылы тауып алады. Осы айтады, үстіңе арыз түсті, ақшасын төле жібереді. Сөйтіп ақ тауып алады ғой, короче. Енді мен комментарийді қарап отырсам, көбісі полициядан қорқады екен. Неге қорқатын? ИП жоқ деп қорқады көбісі. Сосын кейбіреулер айтады, полиция өзінің документін тексеріп бәле қылады ғой деп. Сен 102-ге звондағанда участковый келеді. Ол участковый, ол сен жаңа ИП-ңа қатысы жоқ. Ол ИП-ні налоговый тексереді. Документінің бәрін ол кім патрульдер келіп тексереді. Участковый ондай көп тексермейді. Тек заявление қабылдап қалады болды. Басқа не? Мысалға біреу жазыпты, сондай факт бар ма деп. Конкретно сондай шештің ба, өзің көрдің ба жасап деп. Иә, мен өзім осыдан бір 2 ай бұрын, 2-3 ай бұрын сондай случай болды. Восточный объездныйдан бір заказ берді, Достық плазаға дейін, туда обратно. Алып келем, бір орыс бала, Достық плазаға алып келем, 2 минутта шығам деп кіріп кетеді. Мен күтіп отырмын. Жарты сағат өтті, звондайым, көтермейді. Сосын техподдержкаға жаздым, техподдержка промокод береміз деді. Болды, басқа ештеңе істемейміз деді. Егерде қатты тапқың келіп жатса, полицияға заявление жазасың, полиция не береді, официальный запрос жібереді, содан кейін барып біз бере аламыз деп, техподдержка маған солай жауап берді. Содан кейін істедім, до конца соны шешіп көрейінші деп 102-91-02-ге звондадым. Участковый келді, сол жақта, сол Медеевский районның участковый Бауыржан деген жігіт келді. Менен заявление жазып қалды. И сол Достық плазаның камерасынан ақ тауып алды. 45 минуттың ішінде тауып алды. Орыс бала өзі маған звондады. Ағай, кешіріңіз, 4,5 мың теңге шығып тұр екен,
ожиданиямен бәрін есептеген кезде негізі туда обратно 2000 теңге шығып тұрған ғой заказ. Мен күткен уақытым бар, не бар, в общем 4,5 мың теңге болып тұр екен. Сонымен 5 мың теңге салып жіберді. Сол сияқты солай шешуге болады екен. Басқа не? Енді басқалар жазыпты, садақа дей салмайсың ба ондай ақшаны деп, өйтіп заявление жазып, әуре болғанша дейді. Өйтіп берген, олай ақшадан айырылып қалған нәрсе ол садақа болып саналмайды. Сен алдап кетті деген сөз ол. Ондай нәрсе садақа деп өзің мұқтаж адамға берсең, сол өз еркіңмен берсең, сол садақа. Сен алдап алып кетіп тұр ғой. Қалай ол садақа болады? Біреулер жазып жатты, терпела болады екенсің ғой, заявщик болады екенсің ғой деп. Басқа вариант жоқ. Или заявщик боласың, или лох боласың ғой, сол екеуінің біреу. Өзі таңдайсың өзің білесің кім болғың келеді. Басқа вариант жоқ. Мен достойный болам, тағы не, ондай не жоқ, вариант жоқ. Или заявщик, или лох боласың. Сосын біреулер жазып жатты, полиция жұмыс істемейді ғой деп. Сен Қазақстанда тұрып жатсың, қай елде тұрып жатқанды ұмытып қалдың ба деп. Қалай? Бәріміз сөйтіп, полиция жұмыс істемейді деп, ешқайсымыз жұмыс істеткізбей ақ жүре берейік онда. Қазір солай ғой, проблема, любой проблеманы сол полиция арқылы шешесің. Өзің барып шешетін болсаң, соттап кетесің. Тағы не? Сондай жағдайлар болады ғой. Анау негізі мен такси өтіп жүргелі, в основном негізі қазақ басқа ұлттар ғой таксиді лақтыратын. Білмеймін, мен өзіме ондай қазақтың лақтырғаны кезіктірмеді. Қазақтар лақтырғаны да тоже біртүрлі ғой. Олар менде, короче, мынандай жағдай болды. Бір жас бала отырды, қазақ, жететін жеріне жетті, апарып тастадым, и келген кезде айтады ғой, ақша жоқ менде деп. Ақша жоқ, не істейсің? Істейтін нәрсең қазір істеп таста. Ұрасың ба, білмеймін, бәрібір достойно таяқ жеп берем дейді. Сен қуады екенсің ғой, сен жынды ма? Мінетін кезде не айтпайсың, ертерек айтпайсың ба деп сөйтсем, ертерек айтсам алып кетпейсің ғой дейді. Жарайды деп жібере салдым. Сөйтіп не істейді да қазақтар, айтады осылай деп, ақша жоқ деп. Ал тоже бір жағдай болды. Бір қазақ қызды тоже алып бардым, бір адреске келді, үйіне кіріп кетті. Содан үйден ақшаны алып шығам деп. Содан жоқ. Бір кезде үйінен бір ер адам шықты. Қолында мынандай бір пышақ бар, қан. Сен ба мен қызымды алып келген дейді. Білмеймін, үшеге бір қызды алып келдім, ақшаны алып шығам деп күтіп отырмын десем. Короче, інім осылай ақшаны бәрін мамасы алып кеткен еді. Бір сағаттан келеді, күте тұр дейді. Айтам, қой аға, күте тұр деген несі, мен бірдеңе тауып беріңдер маған. Менде бір жұмыстарым бар ғой деп сөйтсем. Айтады, онда не істейміз онда? Мен мал сойып жатырмын, давай мен саған ет берейін, свежий ет. Ет жейсің ғой дейді. Мен жарайды деп 1-2 килограмм ет алып кеткен кездер болды. Ақшаны. Бір кезде тоже басқа кезде бір ата мен апаны апардым. Тоже жететін жеріне жетіп алған. Ойбу, менде ақша жоқ екен ғой, ақша жоқ. Ақшаны ұмытып кетіппіз деп үйлеріне келіп алғаннан кейін сөйтіп айтып жатады. Рестораннан алып барған үйлеріне. Ақша жоқ дейді. Ой, не істейміз деп сөйтіп тұрған кезде айтады. Обед іштің ба дейді. Жоқ, ішкен жоқпын. Жүр онда үйге кіріп обед ішіп ал. Әйтпесе төлейтін ақшамыз жоқ деп сөйтеді. Бәрібір обед ішетін кезде ақша төлеп шығасың ғой бір жерге. Жарайды үйіне кіріп обед ішіп шыққан кездер болған. В общем, қазақтардың лақтырғаны сондай біртүрлі, в общем, бетіңе айтып тұрып лақтырады ғой. Басынан или маған солай ма, мен негізі такси жүріп жүрген кезде сондай басқа ұлттар, орыс, тағы не, в общем, тағы кімдер бар, в общем, басқа ұлттар осы Алматыда жүрген осының. Солар не істеп кетеді да.
я қазір келем дейді да сонымен жоқ болып кететін деп соған ғой ашуланып айтып жатқан қазақтар өйтіп лох болмаңдар деп сол жарайды видеоны соңына дейін көргендеріңе рахмет тағы да айтайын лайк басып комментарий қалдырып каналға тіркеліп қолдап жүріңіздер жақсы